Сәлем достар, бұл видеода бастың бұлшықеттерін түсіндіретін боламын. Бас бұлшықеттері екі топқа бөлінеді: шайнау бұлшықеттері және мимикалық бұлшықеттері. Шайнау бұлшықеттері сәйкесінше шайнауға қатысады. Шайнау бұлшықеттеріне үш бұлшықет жатады. Бірінші бұлшықет мускулис темпоралис, бірмен көрсетілген, ол самай шұңқырын толтырып тұрады. Яғни самай сүйекте шұңқыр бар, осыны толтырып тұрады да, одан кейін төменгі жақ сүйектегі процессус короноидеус, яғни тәждік өсіндіге қарай бекінеді. Келесі бұлшықет мускулис массатор, яғни шайнау бұлшықеті, бірмен және екімен көрсетілген, ол бет сүйектік доғадан, яғни аркус зигоматикустан басталады да туберозитас массатерикаға бекінеді, яғни төменгі жақ сүйектің бұрышында сыртқы бетінде төмпе бар, осы шайнау бұлшықеті бекінетін орын болып табылады. Үшінші шайнау бұлшықеті мускулис птеригоидеус, қанат тәрізді бұлшықет, екі топқа бөлінеді, яғни екіге бөлінеді: медиалды қанат тәрізді бұлшықет және латеральды қанат тәрізді бұлшықет. Латеральды қанат тәрізді бұлшықет бірмен және екімен көрсетілген, ол процессус птеригоидеустың латеральды өсіндісінен басталады да төменгі жақ сүйек буынының капсуласында, яғни төменгі жақ сүйек буынының капсуласы бар сыртында, сол жерге латеральды қанат тәрізді бұлшықет бекінеді. Келесі медиалды қанат тәрізді бұлшықет үшпен көрсетілген, фосса птеригоидеустен басталады да төменгі жақ сүйектің бұрышында, яғни ішкі бетіндегі төмпеде аяқталады. Жаңа сыртқы бетінде төмпе бар еді, ол шайнау бұлшықетіне арналған, яғни мускулис массаторге арналған болатын, және оның ішкі бетінде тағы да төмпе бар, ол енді медиалды қанат тәрізді бұлшықет бекінетін орын болып табылады. Келесі мимикалық бұлшықеттер. Мимикалық бұлшықеттерге бас сүйек күмбезінің бұлшықеттері мен беттің бұлшықеттері жатады. Бас сүйек күмбезі бұлшықеттеріне бірінші жатқызылатын мускулис оксипита фронталис, шүйде маңдайлық бұлшықет, яғни ол маңдайдан басталып шүйдеге дейін жалғасып жатады. Сәйкесінше екі қарыншасы болады. Маңдайда орналасқан қарыншасы вентер фронталис деп аталса, шүйдедегісі вентер оксипиталис деп аталады. Екеуінің арасында сіңірлік дулға орналасады, ол галия апоневротика деп аталады. Келесі бас сүйек күмбезі бұлшықеттері, яғни мимикалық бұлшықеттер мускулис аурикулярис постериор, антериор, супериор, яғни құлақтың алдыңғы, жоғарғы және артқы бұлшықеттері. Келесі беттің мимикалық бұлшықеттеріне тоқталайық. Бірінші бұлшықет мускулис леватор ляби супериорис, яғни жоғарғы ерінді көтеретін бұлшықет, және төменгі ерінді түсіретін бұлшықет. Көтеретін болса леватор деп аталады да, түсіретін болса депрессор деп аталады. Яғни мускулис депрессор ляби инфериорис, мускулис леватор ляби супериорис деп аталады. Келесі езуді көтеретін және езуді түсіретін бұлшықеттер. Мускулис леватор ангули орис, ол 5-пен көрсетілген, және мускулис депрессор ангули орис, ол 10-мен көрсетілген бұлшықет болып табылады. Келесі мускулис пукинатор, ұрттық бұлшықет, және 7-ші мускулис массатор, ол шайнау бұлшықетіне жататын, бірақ бетте орналасқан бұлшықет болып табылады. Келесі бұлшықет мускулис менталис, иектік бұлшықет, иектік бұлшықет, сонда 12-ші бұлшықет мускулис ризориус, күлкілік бұлшықет, яғни адамның күлуін қамтамасыз ететін бұлшықет болып табылады. Келесі мускулис каругатор суперцили, қасты түйетін бұлшықетпен тәкаппарлық бұлшықет, яғни мускулис процериус. Міне мынау тәкаппарлық бұлшықет және қасты түйетін бұлшықет. Келесі бұлшықет мускулис зигоматикус майор және минор. Міне беттің үлкен бет сүйектің үлкен бұлшықеті және бет сүйектің кіші бұлшықеттері орналасады. Одан кейінгі мускулис орбикуляри окули, көздің дөңгелек бұлшықеті мен ауыздың дөңгелек бұлшықеті, яғни осылай ауызды қоршай орналасқан және көзді қоршай орналасқан бұлшықеттер бар. Бұл суретте цифрмен көрсетілмеген, бірақ та тағы бұлшықеттер бар, ол мускулис насалис, яғни мұрынның бұлшықеті, одан кейін мускулис леватор ляби супериорис аля наси, яғни жоғарғы ерінді және мұрын қанатын көтеретін бұлшықет. Байқасаңыз, осылай жоғарыдан басталғанда мұрын қанатынан өтіп жоғарғы ерінде тоқтайды. Яғни ол жоғарғы ерінмен мұрын қанатын көтеретіндіктен мускулис леватор ляби супериорис аля наси деп аталған.